осылай ойладым, келатым ғой, бауырсақ жемегелі көп болды, давай бауырсақ істеймін дедім да. Көрсейін істейтін заттарың бар ма? Давай көрейік деп холодильниктен сүтті алып шықтым. Осылай тостақты алып келіп, өзіме керекті сүтті құйып алдым да, ана жақтан тұзды алып атсам, тұздың ішінде жоқ екен ғой. Пайдаланғанда бәле дейсіңдер, толтырып қоймайсыңдар ма ішін? Туысқан келдік қазір толтырамыз ішіңді. Ой, хорошо, что мені құтқарып қалды, үйде тұз бар екен ғой, осылай ішін толтырып қойдым. Сондай болсын. Сүт мұздай ғой деп мына жақтан қайнап тұрған суды алып келдім. Менің ішім толған қайнаған су екен, қайсысыңа құяйын? Тәлпіштене бермеші дедім, ана сүттің үстіне қайнап тұрған суды құйып жібердім. Қатыгез, қараш, қайнап тұрған суды құя салған. Енді жылу болмай қалса ашмай қаласың ғой қазір дедім, ана жақта ұнға отырып алып тез қамырымды илеп тастадым. Бетім жылтырап тұр ғой, іспеп шығарып алғам ғой. Пішті, іспеп не тегін сенің? Көп сөйлеп кеттіңдер дедім да, бетін жауып жарты сағатқа қойып қойдым. Оған дейін маған Pinduoduo'дан распаковка жасайтын заттарым келіп қалды. Қуанып көрсетіп жатырмын ғой сіздерге, қаншадан бері күткен 11 затым келді. Давайте бірге распаковка жасайық. Вау, біз Қытайдан келдік қой. Айпозитивтің инстаграмына өтіңдер, сол жақта күшті распаковка жасап жатыр. Қыздар, мен инстаграмға өтсеңдер, историяда күшті распаковкалар жасап жатырмын. Давайте бірге көрейік.